Onda kez kelген C tarafkысы үшін X-тен берілген F қосылған C функциясына X-тен F функциясының алғашқы функциясы болады. X-тен F функциясының барлық алғашқы функцияларының туындылары бірдей болады. Ол сол X-тен F функциясы. Сол себепті ортақ туындыны келесі формуламен көрсетуге болады. Басқаша айтқанда, X-тен F функциясының интегралының туындысы X-тен F функциясының өзі болады. Басқаша айтқанда, X-тен F функциясы X-тен F' функциясының алғашқы функциясы болып табылады. Бұл екі тілді интегралдан дифференциалдауға керек екендігін көрсетеді. Яғни F функциясының туындысының интегралы F қосылған тұрақтыға тең және F функциясы. Егер көңілдерің жақсы болатын болса, қолдарыңды көтеріңдерші кәдімгі. Көңіл қалай? Көтеріңкі ма? Онда болыңыздар. Енді сабаққа дайындық қалай? Тамашамызды шапалақтайық. Енді сабағымызды бастаймыз десек. Дейік шығады. Енді біргейді сабақ косинус dy дегіз, косинус a егіз, косинус b егіз, d егіз, синус a егіз, синус b егіз, d егіз деген жерде, бұл жерлерде мынау беріліп тұрған астындағы формула қайғы ұқсас сыныптағы 9-шы сыныпта өткен келтіру формуласы бар емес па? Міне сол формулаға қойып шығаруымызға болады екен. Болды да дәптеріңізге тездетіп түсіріп алайық. Тездетеміз. Мен енді мысал көрсетемін. Бұл есептің ғайреті қалып, ары қарай соның мәнін табамыз. Яғни тригонометриялық функцияларда бізде белгілі синус x және косинус x деген бізде не бар? Функциялар бар. Тұстан, яғни синустың, косинустың, танестің егері неге тең? Бір секунд өздеріңіз отырып, күштесіз бағалап тастаңыздар. Үй тапсырмасына өз қолыңыздағыларды. X-тің 3 дәрежесі. Осында бізде 3 жақша ішінде 10 минут 3 минут енді 1 минут өшерді қарай 10 плюс 10x-тің орнына не тұр бізде? Көз алдында өзіміздің X өз болады, яғни алғашқымызда негатив болады, бірден алғашқы молодец шығарамыз. Дұрыс, ары қарай. 5x-тің 3 дәрежесі 5-ке интегралды шығарып жүреміз. Тұрақты сан болады. 5 онда x-тің квадратына тең. X-тің 3 дәрежесі алғашқымызда негатив болады еді? X-тің 4 дәрежесі бөлінген 4-ге тең болады. 7-ше. 7-нікі не болады? 7x болады. Молодец. Қателік бар. Қай жерде бар қателік? Біріншісінде. 3. Не деймін? Дәлелді 5x көп дәрежесі дейміз. Абай 5 дәрежесі? 4 болады. Все. Дұрыс па? Молодец. Кеттік ары қарай шығамыз. Келесі. Яғни, неге кеттік? Батыс Қазақстан облысына. 4x квадрат минус 5 ауызша айтуға болады. Кім айтады қане? Жақсан жана, сіздің тобыңыз бөлшек. Ауызша айтып берейікші кәне. 4x-тің 3 дәрежесі бөлінген бөлімге. Айтайша, минус кәне. 5x. Молодец. Қаттағы жазамыз. Тез етеміз кәне. X4-ті неге көбейтеміз дәлелдегі? Қалай депозитті көбейтеміз? 28 шығарып керек. 7-ні көбейтеміз. 7-ні дәрежесі. Плюсті. Так, все. Кеттік ары қарай. Ақтөбе.
edelim. Tuğra zamanında o 12 siyasi o tuğra. Bunlar bir eşkirine şarap yapıyorlar. Bana da şarap. Aynen tanışırsak da. Qanday o'qishda yurasan? Andarin жазғандарда болады, мен бағалағанда білемін ғой, соны қалай түсінгенін. Жолдасы түсіндіріп. Бағылан топтарының бағасын жаздыршы, мен қазір бағалауым керек. Жұмаға сізде туыңыздың бағасына жеке жазыңызшы. Қанша бағалауды, общий балл санын қанша береді мысалға? Саған қанша бересіңдер? Тағамыз. Бірінші, интеграл косинус x dx. Бұның алғашқы функциясы не болып керек? Мәселе қараймыз ау формуланы қараңыздар. Не үшін дұрыс? Екі партиядан деп тұр. Екі адам 5 партиядан болу керек. Мен үшін ол үлкен дәреже. 14-ші бетте 23-ші есепті үйге аласыңдар. Және 22-ші бетте 4-тің 1-де 1, 4-де 1, 4-де 2-сін үйге алыңыздар. Әкел, жаңа неге бағаны жаз. Санжана, алтын соғымыздың балын жазсам шана жүрге кел. Абай общий балл береді ба? Общий, сіз бес санжанаға да сендер баға беріңдер. Беріңдер ба? Общий бағалар. Дұрыста, өмір есептеуге өмір жылдамды. Логика жағын біз баққан қала берсін. Бағаларыңыз жазыңыздар ма? Рахмет сіздерге. Орындарыңыздар тұрып, іштеге жинамай-ақ шығып кете салыңыздар.